Армысыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Кеше Орақ батыр туралы айттым ғой. Сол кезде бір кісілер мынандай сөз жазып жіберіпті. Ертегі деп. Демек ол оқымаған азамат. Әйтпесе ол ашық кітаптың бетінде тұрған дүние. Және тарихи деректерде тұрған дүние. Бірақ мен соңғы 3 күнді өзіме берілген аманаттар туралы айтам дедім. Соның мынау екінші күні екі батырды, екі ғасырдағы батырды бір ғасырға сыйғызып айтуға тура керек болып тұр. Өйткені әкесі мен баласы. Бүйтіп айтқанда менің туған атам. Неге бұл кісілерді айтып отырмын? Тәуке ханды алыңыз. 1680 Сайрам қаласын бұлар басып алды. Қалмақтардан азат етіп алды. Арада бәрі жоқ 6 ай салып, қалмақтар қайтадан Сайрам қаласын тартып алды. Кітапты ашып қараңыздар, кітапты іздеңіздер да. Тәуке хан өзінің қолымен бірге шегінуге тура келді. Сөйтіп, Іле Балқаштың қамау Балқаш, Іленің Балқашқа құйған жеріне барып кірді. Кітапты ашыңыздар, ертегілер. Сөйтіп, сол жерде 1 жыл болды. Ол жерде атақты Өтес деген батыр өмір сүрді, Іле Балқашта. Және Сайрамның басты батыры болып есептеледі Тәуке ханның. Бірақ ол кісіні ешкім айтқан жоқ. Сайрамды қайтадан 82 жылдан бастап қайта ұрып, 84-те Сайрам қаласын Тәуке хан тартып алды. Және Сайрам қаласының ар жағында Тәуке ханның хан сарайының орны бар. Және әлі бүгінге дейін тұр ол жер. Мыңшейіт әулие ар жағына барған кезде Бекасыл әулиенің жанында тура Тәуке ханның сарайы тұр. Енді құлақ қойған, бірақ орны тұр. Сол Өтес батыр Ілеге алып келіп кіргізгенде Өтес батыр алып шығып, қайтадан барып Сайрамды жаулағанда да бас батыр Өтес. 1000 жерден жарлық бет. Мен бұл руға бөлдім емес. Бірақ бүткіл қазақ тарихының ішінде именно бір атаның тарихын алып тастау деген бір рудың ол қылмыс және ақиқаты жоқ жер. Неге? Өйткені сен өз тарихыңнан жерініп атсың. Өзіңнің атаңды көтерем деп рулық кітап жазып атсың. Демек, ол рулық кітапты оқыған жастар екі ортада өзін сасық көкірекке апарады. Сондықтан Бауыржан Момышұлының кітабын көп оқыңыздар. Бауыржан Момышұлы қанша қырғын жасаса да, қанша соғысты бел ортасынан кесіп өтсе де, өзінің адам өлтіргенін, соғыстағы жеңген кездегі шығындарды айтпайды. Ол қаламның жүйрігі және бейбітшілікті сақтағанның бірі. Бізде батыр десе болды, адам өлтіргендерін айта береді. Біз жасты адам өлтіруге дайындап жатырмыз. Сол Өтес Сайрам қаласын алып, жасы келіп қайтыс болды. Қайтыс болуға тұрған бұрын сол 80-ші жылы Сайрам қаласын басып алған кезінде сол жерде қожаның керемет ару қызын екінші әйел қылып алды. Некелі әйелі оның Іле Балқашта қалған. 2 ұлы бар кез. Сөйтіп, сол әйелді қайтадан 6 айда күтпеген жерден жаулаған кезде әйелі ауыраяқ деп еді, шегінуге тура келді да әйелі қалды. Арада 1,5 жыл салып қайтадан келіп Сайрам қаласына соғыс шығарып Сайрамды жеңіп алған кезде өзінің әйелі жастай қайтыс болғаны, туған баласын біреудің асырап отқанын тауып, және оның анасын Қалмақтың ханы, сол кездегі Сайрам қаласының Қалмақтың ханы тоқалдық қалам деп көнбеген соң құдыққа салып өлтірген. Бірақ бесіктегі бала өседі. Бесіктегі өскен бала Базар деген, Батыр Базар деген атпен шығады. Кейіннен, енді бала кезінде, енді ойлап көріңіз, бұл 81-ші жыл. Арада 100 жыл өтіп, Батыр Базар Абылай ханның бас батыры және 100 жасқа келгенде Абылай ханның соққызған қаласының қазынашысы болып, сол жердегі бүткіл қазыналы ұлын керуенін басқарып отырған
Батыр базар болады. Сендер соғыс шақты ғана айта бересіңдер. Батыр базардың 100 жасында шыққан жекпе-жегі Абылай хан Көкшетаудан қандай себеппен көшкенін тарихшы біліп тұрсыңдар ғой. Сендер айтыңдар, мен айтпай ақ қоймын, өйткені рудың арасын соғыстығын қаланбаймын. Көшіп келе жатқан кезде Абылай ханның бас емшісі, шипагері, бүткіл Астана халқына мәлім Қырықбай әулие деген қырғыздың шипагер шөп ем жасаған, дуа шешкен емшісі болды. Жолда қайтыс болды. Содан кейін Сайрам қаласына келгенде Жауғашты батыр алдыменен өзінің қару-жарағын тастап, Машаттан Сиқым бабаның асуынан шығарып салуға ғана шыққан Жауғашты батыр қарусыз, бүткіл қару үйінде. Бүгінге дейін Жауғашты батырдың қару-жарақтары, босағалары ұрпақтарының қолында жүр. Тастап, жайдақ шығарып салған кезде Сайрам қаласының кешкі тұрым өзбектер батыс солтүстік қақпасын ашпай қалып, сол жерде Абылай ханға шабуыл жасап, Абылай хан сол жерде өлді. Абылай ханның алдынан күтіп алып шығуға келген батыр базар 100 қызбен, нені 100 қыз деп айтады, бірақ одан да көп. Қайтады ғой, әсемдікпен үлкен келатқан хан Абылайды күтіп алам деп шыққан кезде Абылайға шабуылында 100 садақшы қызбен бірге қырылып, 100 жастағы базар жекпе-жекке шығады. Жекпе-жегінде дұшпанын жеңет, бірақ найзаның ішінде ұл болып өледі. Енді біз сол кісінің ұрпағымыз. Сол кезде енді артқа қарай шегінсек, өтес жасы келіп 89 жасқа келген кезде орта жастағы батыр базарға айтады: әйелім болса өлді, ешкімім жоқ менің. Сендер ары жүресіңдер, бері жүресіңдер, менің сырласым да жоқ. Маған бір әйел әкеп бер дейді. Сонда соғысқа барған. Бұл Қалмақ соғысы. 1729 жылғы Қалмақ соғысында Қалмақтың ханның қызын батыр базар өзінің әкесі Өтеске әкеп береді. 13-14 жас қыз екен. Ол қыз көріпкел болған екен. Айтады: әкеңді дәрет сындыр дейді. Дәрет сындырған әкесіне барады: сенің әкеңнің бірақ балаға ғана қауқары бар екен дейді. Ал мен 9 ұл сүю керекпін. Сен өзің алсаш дейді. Мен саған 9 ұрпақ сүйіп берем деген кезде, жоқ, уәде, мен әкем айтқам деп, әкесіне ханның қызын алып береді. Сол алып берген ханның қызы Қалмақтың ханның қызынан Жылгелді деген ұрпақ сүйеді 80-90 жасында. Бірақ ары қарай қауқары жоқ, жасы келген жыл қайтыс болып. Жылгелді атамыздан қазір ұрпақ бар. Сол кезде Қалмақ қыз дәретін сындырғанын көріп келіп, бірақ қана ұл туатын болдым мен. Мен 9 ұрпақ сүю керек едім. Әттең атаңа нәлет базар дейді. 100-ге жетпе, 100-ге жетсең күзге жетпе деген екен. Батыр базар 100-ге жетіп, жауын жеңіп, және сол удан күзге 2-3 күн ғана жетпей, күз айына өмірден өткен екен. Соның біздің 9-шы ұрпағымын. Біздің тұқымда 50-ден асып 60-қа жетпей ортада кетіп қалады. Біз өспей жатырмыз. Мен осы жолға түскенде аян сал, осы дұғаны шешуді маған бұйырды. Мен шешіп шығуға қарғысты, шешіп шығуға әрекет қылып, шешіп шығып, Құдайға шүкір, ұрпағымыз енді өсет біздің. Міне батыр базардың, Өтес батырдың ұлы Абылай мен Тәуке ханның хан қылып жасағандағы бейнесі. Бұл Тассай су заводының жанында болған үлкен шайқас. Ол жерде бүткіл поляның үстінде қырғын болған. Бірақ артынан кейін батыр базар тірі қалды, шапқан жау түннің ішінде бірден қашып кетті. Ертеңінде өлген Абылайды көмуге тура келді. Оны үйтіп, ырымдап, жырымдап, қазақтың ішіндегі болған дау болған соң жеткізбей, 40 күннен кейін барып естіртіп, апарып Түркістанға қойды дейді. Бірақ Түркістанда қазды ғой. Абылайға раскопка жасады ғой, Абылай тексерді ғой. Бірақ Абылайға ұқсайды, сондай, бұндай, бірақ жанындағы Жауғаштың да тексерген жоқ. Ешқандай ДНК жасаған жоқ. Тек қана описание ғана жасады. Неге? Өйткені ол сүйегі Абылайдікі болып шыққан жоқ. Описание ғана жасады. Сенбесеңіздер,
Абылайдың сүйегін раскопкадағы жасаған описаниясы YouTube каналында да барлық жерде тұр. Қараңдар, ДНК жасалған жоқ. Сондықтан мен сіздерге айтарым, бұл екі батыр өмірде айтылмай кетті. Неге? Мен сіздерге кеше бүгін үш батырдың өмірін айттым, бүткіл тарихтың өзгерткен жолын айттым. Ал енді осы кезде Абылай хан да, Тәуке де бәрі барып менің аулыма кіреді, менің аулымнан жан сақтап қалады. Шығады да менің аулыма түкіріп, тышып сиіп кетті деген сөз айтамаймын. Өйткені біз бірлікті, ынтымақты, ырысты сақтаған еліміз. Бүгінгінің тарихшылар, кешегі Совет үкіметіне сатылған тарихшылар, Совет үкіметінен профессор атағын алған тарихшылар, және солардың жазба жолдарымен жүрген тарихшылар, сіздер ұрпақты бір-біріне қарсы қойып, ұруға, бөлінуге әкеп соқтыңыздар. Бүгінде жазып жатқан кітаптарын көрпені өздеріңе тартып, әрқайсысың өз аталарыңды батыр, басқасының атасын кемітіп істеп жатқан сендер. Сондықтан ДНК мен тексеретін лаборатория, археолог және тарихшы және картасын қойып тұрып, топографиямен қойып тұрып сөйлеу керек. Осы төрт мамандық біріккен кезде ақиқат тарих шығады. Бар болыңыздар ағайын.